Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз сәбіздің адам организміне пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, ПП, С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,13% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларда көмектеседі? Соны айтайық. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Сәбіз асқазан ішек жолдарының патологиясына ем. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына таспайлану ауруынан зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Сәбіз зат алмасуда қиындықтар болса. Сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудың метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендендіретін биологиялық белсенді компоненттері бар. Сәбіз шырыны мен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие. Ол иммундық жүйені белсендіріп, сүт шығуды күшейтеді. Сәбіз көз ауруларына. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шикілей жеу ұсынылады. Ал каротиннің тек маймен ғана адамның ас қорыту жүйесі арқылы сіңірілетінін естен шығармаған жөн. Сондықтан осындай аурулар кезінде сәбіз тұтынудың ең оңтайлы жолы одан майонез, қаймақ немесе майлы тұздықтар қосылатын салат жасау болмақ. Сәбіз зәр шығару жүйесінің бұзылуында. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуде тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ерітіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Жүрек тамыр ауруларында. Сәбіздің тамырлы жемісіндегі заттар жүректің бұлшық еті мен қан тамырларының қабырғасын нығайтады. Ал жақында ғана миокард инфарктісін өткерген науқастар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырынын ішу ұсынылады. Сәбіз салқын тигеннен болатын ауруларда. Сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендіреді және айқын бактерияға қарсы әсерге ие. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуде табысты қолданылады. Сәбіз жүйке бұзылуларына. Сәбіз көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауруы секілді жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стакан сәбіз бен балдыркөк шырынының қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ күштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен В дәруменіне бай. Сәбіз қан азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен асбұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз.
Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар өте көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамдарға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда күштен өткізілген сәбізді жарас заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Ендігі кезекте сәбіз шырынының пайдасы жөнінде айта кетейік. Сәбіз шырынында ешқандай жағымсыз иіс те, дәм де болмайды. Оны ішкеннен кейін іш ауырып мазаламайды. Сәбіз шырыны иммунитетті көтеріп, қан айналымды жақсартады. Егерде сәбіз шырынын үнемі ішіп отыратын болса, қандағы холестерин деңгейі бір қалыпта тұрады. Тіпті ауыр металдардың өзі мұндай сусыннан кейін ағзада қалып қоймайды. Әсіресе әйелдерге сәбіз шырынын көп ішу керек. Қыз-келіншектердің жас қалпын сақтауға, олардың әдемі көрінуіне сәбіз шырыны көмектесе алады. Сондай-ақ күн сайын сәбіз шырынын ішкен әйелдер өзін еркін сезініп, сексуалды белсенділіктері арта түсетін көрінеді. Сонымен қатар, сәбіз шырыны жүкті әйелдер мен емізулі аналарға өте пайдалы. Оларға міндетті түрде жаңа сығылған сәбіз шырынын ішу керек. Себебі бұл шырын ана сүтінің маңыздылығын арттыра түседі. Сонымен қатар, құрамын байытады екен. Дәріханалық дәрумендерді ішудің орнына күн сайын сәбіз шырынын ішуді қолға алсаңыз, бәрі де ойдағыдай болары сөзсіз. Басында сәбіз шырынын жарты стақаннан бастап, сосын келе-келе жарты литрге жеткізуге болады. Осылайша сәбіз шырынының бойынан табылатын кальцийді оңай қабылдауға болады. Сәбіз шырыны әр уақытта тәбетті жақсартып, ас қорытуды реттейді. Сонымен бірге шлактарды шығаруға да үлес қоса алады. Ал ең негізгі пайдасы ол көздің көруін жақсартып, тістердің сау болуына септігін тигізеді. Егерде асқа тәбетіңіз болмаса, бойыңызды делсалдық билеп шаршап жүрсеңіз, сәбіз шырынын ішіңіз. Тырнағыңыз сынып, шашыңыз түсе берсе де, сәбіз шырыны көмектесе алады. Күніне ішкен бір стақан сәбіз шырыны ажарыңызды әдемілеп, көзіңіздің көру қабілетін жоғарылатады. Суық тиіп тұмау болсаңыз, жөтел мазалап, тыныс алу жолдары суықтаса, сәбіз шырынына бал араластырып ішіңіз. Сондай-ақ жүрек, бүйрек және өтіңіз ауырса да, шырынның тигізер пайдасы орасан. Барлық дерттен айығамын деп сәбіздің шырынын көп ішуге болмайды. Күніне сәбіз шырынын қабылдау 2 литрден аспау керек. Сәбіз шырынының зиянды әсері. Қаншалықты пайдалы сусын болғанмен де, оның да кей адамдарға зиянды әсерлері бар. Сәбіз шырынын асқазан жарасында, гастрит кезінде ішуге болмайды. Сонымен бірге, қант диабетіне шалдыққан жандарға бұл шырынды абайлап ішуге тура келеді. Шырынды көп ішіп қойған жағдайда басыңыз ауырып, ұйқышылдыққа бой алдыруыңыз мүмкін. Сол себепті де қант диабетіне шалдыққандар сәбіз шырынын аз ішкені жөн. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.